пікірлерің ба? Фигуран зын екен, о, ақтай екен, Шымкентке сені алып қалар ек деп отырады. Розовый очкиді шешу керек деп. Қазақ жарайды, көбісі сауатсыз, қазір 99% сауаттымыз ғой. Қазақ дегеніңіз негізі бір қарағанда Борат дегенге келеді екен, кешіріңіз, енді сөзді бөліп жібердім. 18 миллион қазақтың бай-байлап, канцел Боратты петиция жазғаннан шыны керек дым өзгермейді. Бассаң сасиды деген сияқты, жапаны бассаң сасиды деген сияқты. Илон Маск идеясы қандай ғаламат, Марсқа барып адамдар қоныстандырып өткенде жаңа прямой эфирде марихуананы шегіп отырды. Тұрғанда біздің ішкі туризміміз қай деңгейде және қай деңгейге дейін жетеді стратегияңыз бойынша? Көшенің бәрі, раскладушка, палаткалар, как будто соғыс бойына өткен секілді. Бұл қазақтар оны сотқа түсіп, Трамптың баласы, Трамптың баласы деп қояды. Армысыздар, ардақтыларым. Дарын онлайн платформасының ұйымдастырып отқан бүгінгі еркін сұхбаты Өркен Кенжебекпен болмақ. Сұхбаттың еркіндігі сондай, сұхбат алатын журналистің түрі мынау. Еркін сұхбат болатынына мен сенім мол, өйткені Өркен Кенжебек көпшілік қауымға, қалың оқырманға, медиа маман ретінде ғана емес, үлкен саяхатшы ретінде де үлкен танымалдылыққа иесіз. Осы сапар туралы көп айтып беріңізші. Сізді кім қаржыландырады, қандай мемлекеттік жобамен барасыз ба, жоқ өзіңіз жеке салт атты жүре бересіз ба, жоқ бір ұжым команда бар ма? Мен өзі әңгіменің төтесінен былай айтам, енді осы сөздің тура да ауыспалы мағынасында мен өте білімі төмен, ақымақ демей қояйын, бірақ білімі төмен адамды мойындаған адаммын. Өйткені болашақпен шетелде оқымадым, MBA бітірмедім, қарапайым отбасынан шыққанмын. Сондықтан да саяхат мен үшін білімді алудың, ақыры бұл білім туралы подкаст болғандықтан, білімді алудың төте жолы деймін. Мысалы, мен Ауғанстан жайлы қаншама кітап оқыдым, қаншама интернеттен ақпарат алдым, бірақ Ауғанстанда болған 10 күнім, мысалы, мен болған 40 елдің ішіндегі ең сағынатын елім, енді Меккемнің Медина деген әрине Ауғанстан. Ол елдегідей қонақжайлық Түркияда жоқ деп айтамын. Мысалы, Герат деген қаласына барған кезде, қонақ үйдің есігін ашып қалған кезде алдымнан бір жігіт жүгіріп келе жатыр маған қарай. Қолында осындай шай несі бар, көк шайы бар. Мен әшейін есікті адасып ашқан шығармын, әлі ресепшнге жеткен жоқпын, әлі Каспий голдын көрсеткен жоқпын. Бірақ қонақжайлығы бірінші қадамнан бастап отыр. Сол түріктің хваленый дейміз ғой, әбден мақталған ол инклюзив қонақжайлығының өзі сіз карточкаңызда ақшам бар дегеннен бастап сізге қызмет етеді ғой. Яғни былай интернеттен оқысаңыз басқа, кітаптан оқысаңыз басқа, бірақ бар жоғына қарамайды. Көрген ол мүлдем басқа білім деп айтайықшы, басқа білім. Енді мен үшін білім десек, сондықтан да мен саяхатта, мысалы, саяхатшылардың түрі көп. Біреу мысалы 2 самолетқа 3 ай бұрын билет алдым, сөйтіп $300 жаңағы арзан экономдадым деп бір арзан саяхаттаудың жолын көрсетеді. Менде ол жоқ. Біреу әдемі сарқыраманың қасына түсіп, бір әдемі селфи жасайды, менде ол жоқ. Менде тарихи параллель. Мысалы, былтыр Португалияға бардым, қазіргі халқы Криштиану Роналдуды қоса есептегенде 10 миллион халық. Біз айтамыз ғой, аз халықпыз, Португалия 10 миллион халық. Бірақ сол 10 миллион халқымен 6 ғасыр бойы империя болған, мен орта ғасырда башы 10 миллион емес, 5 миллион болған шығар, сол 5 миллион халқымен әлемнің 53 елін жаулап алған. Қазір мысалы Бразилияда 200 миллион адам тұрады, солар өз тілі жоқ Португал тілінде сөйлейді. 200 миллион халық 10 миллион адам тілінде сөйлейді. Индияның, Гоасын, Қытайдың, Аомының, Монголия, Мозамбик, қысқасы 53 елді жаулап алған, 6 ғасыр империя болған. Содан кейін кейде саяхат деген мынадай ой түйеді. Біз енді өткенде сізге де Таразға барған кезде сапарда айтып жатырмын, біз осы айтамыз ғой. Қазақтың мәселесі 70-80 миллион қазақ болса, ойбай, өзіне шешілі. Кенесарының басына келсе, Шыңғысхан қазақ екенін дәлелдесек, қазақтың саны 70 миллион болса, бітті. Құдай жердегі жаңа нені орнатып қоямыз деген секілді. Олай емес, Португалия мысалы бар. Санда емес, сапада. Иә, олай емес, Эстонияда 1 миллион 300 адам тұрады, Алматыда қанша 1,5 миллионнан асып кетті. Ал Астананың өзінде Эстониядан көп халық тұрады. Бүкіл Skype Эстониядан, бүкіл Яндекс секілді Bolt Эстониядан, бүкіл Цонды Эстониядан көшірдік, бүкіл Автоцон электронды сайлауды Эстониядан көшірдік. Сол Эстонияның көшесіне біз жоғалып бара жатырмыз, бізді Қытай басып алатын болды, ойбай бізді орыс тепкіледі деген адамды көрген жоқпын, бақырып шақырып жүрген. Айтайын деп отырған, бұл жерде мен мәселе ойлап қалмаңыздар, бір шетелге бар өркен ойбай қазақылықтан жепті, балам бар, құдайға шүкір, ет жеймін, веган емес, бірақ санда емес мәселе. Мәселе сапада.
өткенде айтып отырмын, мысалы бізде санымыз өскен кезде мәселе пропорцияда ғой. Мысалы біз 50 миллион болсақ жарайды, бір сәкен майғазиев емес 5 сәкен майғазиев пайда болады да, халықтың санына байланысты. Бірақ сол секілді қазір 10 жынды болса 50 жынды да пайда болады. Өйткені халықтың саны ол пропорциямен өлшенеді. Біз жиі айтамыз ғой, ұрпақтар сабақтастығы жойылып кетті. Мысалы әкем мұғалім, өзім блогер деген секілді, балам не болады Құдай біледі, мысалы. Түркияда айтамыз ғой, жеті атасынан бері официант, жеті атасынан бері етікші дегендей. Мысалы Жапонияда мен бір қатты таңғалғаным, ол Кен Моги деген адам кітабында жазылады. Бір храм бар, 30 жыл сайын бұзат салады. Храмды бұзады, салады. 30 жылдан қайта салады, жан ағаштан бірақ. Енді логика не үшін? Әп-әдемі тұрған енді олар. Шегесіз 14 қабаттың биіктігінде салады. Сол кезде былай екен. Ол храмды салу үшін Жапонның қарағайы Ханака 200 жылдай өсу керек. Сол храм үшін Жапонияның 9 жерінде қорық бар, арнайы питомник дейміз ғой, жаңа ағаш өсіретін. Сонда соңғы рет 2013 жылы храмды салған кезде оның ағашы 1813 жылы егіп болған. Сонда сол кездегі расчеттарын қараңыздаршы. Анау ағашты еккен бағбан расчет қандай? 1813 жылы егіп отыр шыбықты. Так, бұл 2013 жылы жылдан кейін храмға бөреніп, бөренен толщинасы сондай өсу керек. Енді 2000 қанша болады? 43 жылы бұзылатын храмның ағашы 1843 жылы егіліп қойған ол өсіп жатыр. Сөйтіп Жапонияның 9 жерінде ағаштар өсіп жатыр жаңа храм үшін. Енді жарайды. Логика қандай? Ол былай екен да, ұрпақтар сабақтастығы. 30 жаста бір мастер дейікші, шебер, шифу келеді, храмды соғады, шегесіз 14 қабат. Сөйтті ол 30 жылдан кейін не болады? 60-қа жетеді, енді төрінен көрі жақын деген секілді. 60 жасына келген кезде жаңа келген шеберлерге, кейде болады бір ойыншық балаға лего алып келеміз ғой үйге, өзіміз құрастырамыз да, сосын бұзып, ал кәне құрастыршы деген секілді, тура сондай. Ал кәне бұзыңдар, ал кәне салыңдар. Дұрыс салады, все, ана поколение неге кетеді? Эстафетасын жолда бар қарай. Бір-біріне эстафета. Әрине 13-14 ғасырдан бері 14 этаж үйді шегесіз салу мәдениеті дейміз бе, сәулеті дейміз бе? Әрине жоғылмайды. Біздің Жапон емеспіз деген қысқасы жауабы осы. Енді Григорий Петровтың Финляндия ақ лала гүлдер мекені деген кітабын бірден оқып шықтым өткенде да. Енді Әлия Өмірзақ қызының аудармасы керемет тұшымды дүние. Жаңа өзің айтып отырсың ғой, осы кішкентай ғана мемлекеттер, осы Финляндия туралы ақпаратыңда бар ғой, мәселен, жаңағы Nokia, кішкентай ғана Nokia мен әлемді жаулауы, тағы сондай қандай мемлекеттер бар салыстырмалы түрде? Енді Финляндия бізге жарқын мысалды ойлаймын, өзімен қазір әлемде Финляндия мен Кореяның мысалын айтып берейін. Бізге өте жақын келеді. Біз Америкаға келмейді, Жапон келмейді, көріп отырсыздар. Менталитеті жағынан ба, табиғатымыз жағынан? Қалыптасу, кейде болады, стартовый позиция, Жапон бір 10 метр алдында жүгіріп келе адамды жете алмайсың ғой, бір алдыда тұрда негізі. Олар осы әңгіме өтірік қой дейме, біреудің қалжыңдап шығарғаны ма, жүгірмек түгіл бізге қарсы жүгірсеңдер де бізге жете алмайсыңдар деген. Негізі енді біз шабыттандыру, ояту мақсатында жаздық. Біреу айтып жүр осы әңгімені енді. Сонда біреудің бір қанат сөз емес шығар деп ойлаймын мен. Ондай деңгейде үміттенемін солай. оскорбить етпеген шығар деп ойлаймын. Енді Финляндияда мен 2 рет болдым. Шыны керек адам тұратын жер емес, ит байласа тұрмайтын жер деп айтамыз ғой. Өйткені Финляндия солтүстік полюске жақын болғандықтан қыста 30-40 күн бойы күн шықпайды. Жазда 30-40 күн бойы күн батпайды, то есть. Енді 80 ба, 180 ба көл, батпақ, милау сондай жер ғой енді, шыны керек. Иә. Бірақ 5 миллион халық қазіргі, енді жаңағы кітапта жазылғандай, мен қатты таңғалғаным сондай, Снелман деген атақты ұстаздары, біздің Абырай Алтынсарин секілді, енді халықтың ол кездегі мал болып кеткен соншалық, енді YouTube қой, енді кете берсін, мал болып кеткен соншалық, барлығы сифилис, мерез, алқаш, өзі батпақтың ішіне батпақ болып өзі жойылып баратқан, оның алдында шведтердің боданы болған, бұлар ешқашан тәуелсіз болмаған, шведтердің боданы болған, сосын 150 жыл орыстардың боданы болған. Сол кезде жаңа Снелман деген ұстаз айтады, так, не істейміз? Сөйтсе олар жаңағы датавы мал болып кеткен соншалық, мына бала туып, баланы алай жерге жатсат екен, то есть кроваттың қасына. Сөйтіп түнде туалетке шыққан кезде балалар мышып кетеді екен. Быжып, өліп кеткен.
білмеймін енді тышқанды мыжған секілді. Оның соншалықты көп болғаны соншалық Снеллман өз қолымен ағаштан мынандай манеж секілді нәрсе жасап, қорап, әр үйдің жаңағы таблихтар деп әзілдейміз ғой, жаңағы әр үйдің есігін қағып, айналайын. Баяғы арабтардың қыздарын өлтірген сияқты ма? Керек емес. Мына картонға балаңызды жатқызыңызшы. Сөйтіп әр үйдің есігін қағып, келесі жолы анау енді мүшелерін жуып жүріңдерші деген секілді да, то есть ауру болмайсыңдар, дәрет алып жүріңдерші дегендей. Тісіңді жуып жүрші деген секілді щетка таратып, сосын қосыл алып жүріңдерші деген сияқты. Өйстіп ана халықтың деңгейін 0%-тен бейт көтеріп, біз білетін енді қазіргі Финляндияға айналдырды ғой. Сондықтан да бағана айтып отырған нәрсе, кеше өткенде Қуаныш Шонбай мырзамен сұхбат құрып жатсыз. Неге біз ағартушы десе, бір абыралдың сәрмен қатып қалдық қой бір. Қазақтың тұңғыш саяхатшысы десе, Шоқан Уәлихан, Абай жазба әдебиет, абыралдың сәрмен ағартушы. Ағартушы вот Қуаныш Шонбай, ағартушы жаңағы Айбек Қуатбай, осыны мысалы бастап. Өркен Кенжебек. Жарайды. Ағартушы, жартылай ағартушы деп. Яғни осы ағартумен ел болған елдің нағыз үлгісі Финляндия. Яғни бізге келетін нәрсе, мысалы кеше өткенде айтып жатырмыз, коронавирус кезінде ойбай вертолет, самолеттің ізі қалды. 7 классының физикасы, диффузия. 11 километр биіктікте минус 64 градус, самолеттен көріп отырсыз, 64 градус суық. Самолеттің сопласынан шыққан ыстық ауа бірден араласпайды. Қалады дегенде 7 класста өтеміз. Демек, біздің қазіргі дүмшелік надандығымыздың болуы сол 90-шы жылдары жағдай қиын болып, бағана айтқандай, қиянатқа барып, ұстаздарымыздың аладор барақла базарға кетіп қалуынан сондай бір патерный поколение қалыптасты. Қарапайым ғана аспандағы ана самолеттің несі өтті, үстімізді ұшашып өтті. Болмаса анау Атырауда өткенде видео жүр, 6 кластың географиясы. Шарбы бұлттар деген болады, селебі бұлттар деген болады. Бұлттың түрлері бар. Андай бір сәл өзгеше бұлт пайда болған. Коронавирус үстімізден төніп жатыр, міне билік істеп отыр деген сияқты қарап отырды. Кореяға биыл болдым. Енді көп естідік қой, LG, Samsung, анау деген секілді. 33-ақ жоқ әлде 35-ақ жыл Жапонияның боданы болған. 35-ақ жыл, даже 40 жыл емес. Бірақ олардың кәрістердің бірі енді қырсық халық негізі. Бірақ сол қырсықтық енді упрямый дейміз ғой. Есек секілді қырсық бір. Айтқан бетінен қайтпайтын сондай қырсық дейді да. Сонда 35 жыл құлдыққа бір намыстанғаны соншалық бүкіл қазіргі саналы ғұмырын сол Жапониямен бәсекеге келе жатыр. Мен осы биыл 69 деген здание 69 деген здание аты сонда, биік үй екен, соның басына жай Сеулдың панорамасын тамашалайсыз. Соның тарихын қарасам 85 жылы ашылған частный бизнес центр ғой. Соның ашылуына елдің президенті келген, премьер-министр келген, бүкіл элитасы келген, тойлаған мемлекет болып. Не болды деп ойлайсыздар? Сөйтсем 85 жылы әлгі зданияның биіктігі Токиодағы ең биік ғимараттан 1 метр жоғары болған. Сөйтіп бүкіл халық тойлаған. Біз жапондардан 1 метр биік үй сала алдық. Неужели деп шана? Потом қараңыздаршы, бүкіл ұлттың бойындағы енді азиатпыз ғой, комплекс деген бар ғой енді. Жаңағы бізді езді, бізді құл болып қинады деген. Сол ашуын, негативін дұрыс арнаға бағыттайлағанда бәсекеге. Біз Жапонның телевизорынан да 1 миллиметр жаңағы жұқа жасай аламыз, 1 метр жоғары сала аламыз деген секілді. Ал бізде қандай? Мысалы, жаңағы Кореяның мысалы неге бізге керек? Бізде нағыз комплекстің көкесі бізде ғой. Бізде 300 жыл ойбай, орыс қинады, тілімізді зорлады, білмеймін, атеист қылды деген. Ұлыларымыздан бастап қарапайым қараларымызға шейін бәрі сол іші толған ашуда. Ол ешқайда кетпейді, оған жаңа қазіргі өмірдегі тұрмыстағы коррупциядағы анау-мынау негатив қосылып, әрқайсымыз бір күйін болып қатып қалған. Бірін-бірімізге негатив шашып жүрміз да. Не ол жаңағы кәрістер секілді негативіміз позитивке айналмай жатыр, не жаңағы дұрыс ағарта алмай жатырмыз. Мысалы енді міне YouTube медиа ғой, өз ақпараттың өзі білесіз, 3 тағаны бар. Ақпарат беру бізде тамаша енді. Ойбай, ақпараттан көп нәрсе жоқ. Керісінше ақпараттан қашып жүрміз қазір. Ақпарат керек емес, керек жоқ. Көлсая кетіп қалғым келеді жаңағы, сотқа ұстамайтын жерге. Екінші қызықтандыру дейміз, entertainment, яғни Тұрсынбек ағамыз бар, жаңағы ол жақ әзіл әңгіме, сека, жека, проблема жоқ. Ойбай, 200% планды орындап тастадық. Ақпараттың үшінші функциясы бұл ағарту, просвещение. Бұл жағынан осындай секілді бағдарламалар. Енді мен сөзіңіз аузыңызда бөліп жіберсем, бірақ осы кезде кәдімгі намыс кернеп кетеді да. Мен мысалға келтірейінші енді, сіздің осыншама әлемді аралап 40 мемлекетте болып, соның жаңағы бүге-шігесін анықтап, тарихын тереңінен толғап жүрсіз, жақсы ақпараттандырып жүрсіз. Неге сіздің оқырманыңыз 200 мыңға жетпеу керек та? Шында, өзіңіз айтпақшы, кейбір әзіл
белден төмен қалжыңдар, болмаса жаңа боқтап сөйлеген YouTube арнасындағы бағдарламалардың көрермендері 5 миллион немесе одан жоғары болады, немесе 3 миллион одан жоғары болады. Соған таңғаламын да. Мысалға мен көзі тірі классик деп айтайын, Бексұлтан Нұржекеев ағамызды ұшырастырып қалдым да, кітаптарын жата жастан оқыдық. Ағамызды көріп қуанып суретке түскенде қасында отырған жеңгеміз таң қалды. Мә, Бексұлтан Нұржекеев танитын жастар бар екен ғой деп, ойбай не дейсіз деп бүкіл кітабын тізбектеп бердім. Суретке түсіп, әлеуметтік желіге салдым. Сенесіз ба? 7 пікір. 7 пікір. Оның 3-еуі жарнама. Ойлаңыз. Одан кейін бір, Құдай өзі кешірсін, өзіміздің әріптестеріміздің бірі, қарындастарымыз бір үлкен жобада қазылық ететін болдық та, екеуміз суретке түсіп сала салып едім. Ол қыз шашын сәл қызғыштау бірдеңеге бояған екен. Енді анаған комментарийдің атасы келді. Жоқ дегенде ана жерге 1200-ге жуық комментарий келді. Сондай контрастты мен таң қалдым да, сондай деңгейіміз неге төмендеп кетті? Бұл қашан бетіміз бері қарайды? Жоқ, әлемде болып жатқан үрдіс па бұл? Соны айтыңызшы. Мысалға, Америкада салыстырыңыз, қанша елде болып жүрсіз, Азияда батырмыз, қай елдермен салыстыруға келеді, мысалы, біздің деңгейіміз, менталитетіміз. Енді ана бір сөз бар да, қазақты сынауға абайдың ғана құқығы бар дейді. Біз қазір бір енді қазақ осындай деп Сәкен аға екеуміз отырып күндіренсек деп болмайтын деп. Ол бірақ өкінішке қарай мен кейде Бейонсенің несін қараймын, Бейонсенің Нолдыздың Инстаграмын қарап отырамын. Арасынан шымкентский жігіттердің енді несін қарап қаламын да, байқаймын. Пікірлерім ба? Фигуран зын екен, атта екен, Шымкентке сені алып қалар ек деп отырады. Ол қазақша беріп жатыр, ол Бейонсенің астында неше түрлі ағылшындар жазып жатыр деген сияқты. Айтайын деп отырған, бізде мынау интернет мәдениет бір дайындықсыз келді да. Кейде болады ғой, мысалы, мені қазір ешқандай дайындықсыз центрифугаға 10 мың сағат айналдырмай ғарышқа ұшырып жүрсе жүрегім жарып өледі ғой, мысалы. Или суға лақтырып жүрсе жүзе алмаймын. Сол секілді бізге мына білім дағды берілмей жатып қолымызға құрал беріп тастады да, смартфонда да. Болады ғой бір. Мысалы, жаңағы 9 жыл медакадемияда оқымай жатып, жаңағы пышақпен нені беріп, соқыр шегін апста дегенде, конечно, өлтіреміз ол адамды пайдаламыз. Сол секілді бізде әлеуметтік желі қолымызға тарс етіп түсе қалды да, не істеріміз білмей, бір қолдан бір қолға негіп, біреу билікті жамандап, билік халықты жамандап деген секілді, жаңағы жаланаштар шығып кетті, мысалы, сауатты мен сауатсыз денесті, мысалы, мен кіммін, ойбай мен блогермін, мен оқыдып айтам ба, одан үйде отырған қазір дама хозяйка әйелдер де бар, кім қатты айқайлайды, соның подписчигі көп деген секілді, мысалы. Сондықтан осындай бір теңсіздік орын алды. Керісінше ақпарат теңестіру керек еді ғой. Сауатты мен сауатсызды мүмкіндік қой бұл, заманның ұлы мүмкіндік, игілігі ғой. Бірақ керісінше теңестірмей кетті, то есть. Кімнің шын ақылды, кім өтірік ақылды, популист деп айтамыз ғой. Кім шынымен елдің жағдайын ойлап жүр, кім шынымен елдің жағдайын ойлап жүр, ажырата алмайсың. Бәрі өткен сөз, бұл жерде сурет қой. Әлеуметтік желіде сіз қалай бағалайсыз? Әдемі сурет, әдемі текст. Қойдың керсін жамылған қасқыр. Міне осы секілді әдемі гримдеп, жарты сағат гримделіп, әдемі 3 оператор түсіріп тұр ма, шын өтірігін айыра алмайсың. Сондықтан да әлемде болып жатқан тенденция осы, бірақ біздегі тенденция нашарлығы қандай? Мен айта кету шарт ойлаймын. Қазақстан YouTube-ты қараудан, енді бұл YouTube-ға шығып жатыр ғой. Әлемде 3-ші орында, кейбір кездер 7-ші орынға түсіп қалған. Біз әлемде, мысалы айтайын, халықтың санына қарамастан біз сондай 3-ші орындамыз ба YouTube-тан? Бангладеш әлемдегі ең кедей ел, бірақ киім тігуден 2-ші орын. Вьетнам әлемдегі ең кедей ел, бірақ кофе шығарудан 2-ші орын. Біз Қазақстан жарайды, ұн шығарудан 2-ші орын, 3-ші орын, алтын шығарудан 1-ші орын. Бірақ біз YouTube-ты көрінде де алғашқы дамыған 30 елдің қатарында тұрмыз да, тіпті 10-дығында. Неге? Біріншіден интернет бағасы өте арзан. Түркияға барып попробуй, сен түні бойы интернет қарап, ертең банкрот болып оянасың дейді. Өте қымбат. Мысалы, Германияда попробуй, сен түні бойы қалаулығын көрсең, таңертең, білмеймін, жарты айлығында бересің. Ал бізде интернет тарифі өте қымбат. Мен кейде айтамын, мүмкін радикалды ұнамайтын шығар, YouTube-қа бөлек тариф енгізу керек. 1 сағат, пожалуйста, тегін 1 күнге деген секілді болады. 1 сағаттан кейін әр минутын 50 теңге деген секілді. Ал оны біздің мемлекетке тиесілі етіп жасауға бола ма? Иә, мен осыны қазір ұсынып та жатырмын. Өйткені қараңыздаршы, қаншама халықтың диванда жатқан, ауылдағы қаншама қазақтар, келіндер, енелер,
Жаңағы енді халалым деген енді былай Керемет. халалымға тиісіп отқан жоқ, ол ұсынысыңыз өте керемет, жақсы. тырнақшаның ішінде халалым тахлил етпестейікші жаңа енді сіз белден төмен бағдарламалар дейікші. +18 бір вайндар бір басқасы. Белден төмен бағдарламалар дейікші. Бағасы сол ғой. Мағынасыз, мәнсіз. Біздің өзі экономикада мынандай мағына бар, человекке час дейміз ғой. Мысалы қазір осы бағдарлама 1 сағат жүрсе, сіздің 1 сағаттық жұмыс күшіне өтен уақытымыз кетті. Заяқ емес шығар, енді пайдаға дейікші. Ал қаншама біздегі экономикалық белсенді 9 миллион саналы адамның бір күндегі, білмеймін енді, 900 миллион сағаты құр босқа жағылып, свет жағып қойсын ғой, или унитаздан несі істемей қалған кезде су құр босқа ағып кеткен секілді, уақытымыз, қазақтың уақыты құр босқа ағып жатыр да. Әйтпесе неге біз 18 миллион халықтың қолында 12 миллионда телефон бар, 33 миллион симка бар, сонымен біз әлемде 3-ші орын аламыз. Это вообще невозможно. 220 миллион халқы бар, Индонезия ол спискте жоқ, 180 миллион адам бар, Пакистан ол спискте жоқ, 100 миллион адам бар, Иран ол спискте жоқ. Жақында көзім шалып қалды, Инстаграм желісі де әлем бойынша біз 1-ші орын, қаралымда 1-ші орын деген, ол қаншалықты? Біздегі тіпті жұлдыздардың статистикасын қарасаңыз, енді атын атанбай қойған. Ресеймен салыстырғанда біздің әншілердің шынын айтқанда көп, әлдеқайда, иә, Ресейдің аудиториясы 100 миллион, 150 миллион адам, жалпы орыс тілін түсінетін 300 миллион адам бар. Сөйте отыра кейбір Ресейдегі адамдардың жұлдыздардың инстаграмын қарасам, біздің жұлдыздардың инстаграмы немесе вайнерлеріне төмен. Сонда ойлайсың, бізде не деген контентке деген ашкөздік, аштық дейміз ғой, аштық бар негізі. Енді сол үшін де жаңағы Баян Есентаева әпкемізді қан ішіліп кетті ғой. Айналайын, мені оқыңдар, бірақ менен үлгі амандаршы. Мен қалай киін десем, солай киінмеңдер. Бұл менің жеке парақшам. Бірақ біздегі адамдардың рухани лидерге зәрулігі соншалық, біресе Қосановты сенеді, жаман қыздар секілді, алдап кетеді. Біресе енді Әнуар Нұрпейіс оян қазақ десе оянайық деп. Потом ол енді ол да адам бір кемшілік шығады, бір 100% сеніп, 100% көңіл қалып ше. Әлеуметтік желіде солай. Мысалы, мен неге бұл жерде белсендім, менде миссия бар. Ахмет Байтұрсынұлы мен сүйікті кейіпкерім, тарихи. Қазақ газетін шығарған кезде 8 мыңнан 13 мың тираж болды дейді. Ол zaman қазақтың және көбісі сауатсыз, қазір 99% сауаттымыз ғой. Сонда мен өткенде бір сравнение келтірген, мысалы. Баян әпкем жақсы араласам, просто жай салыстырып отырмын. Мысалы, 13 мың адаммен Баян әпкенің бір 5 миллион адамын салыстырсақ, 486 есе көп екен да. Егер Ахмет Байтұрсынұлы сол кезде блогер болса, 13 мың подписчигі бар деген секілді ғой. Енді әрине дұрыс емес салыстыру, мен былай образын айтып отырмын. Мен айтып отырған, мысалы, Ахмет Байтұрсынұлына қарағанда, мысалы сіздердің, менің 113 мың подписчигім болса да, менің жауапкершілігім 486 или 312 есе жоғары. Өйткені сізге адам неге жазылады? Сізге, былайша айтқан кезде, дауыс берген секілді ғой, бүкіл еркін сізге береді, кәдімгі есігін кілтін ашып, болады ғой, Инстаграм паролін беріп. Айқапқа, серкеге, қазаққа, жалпы газетке жазылған сияқты. Айтшы, не киім киесіз, еліктейін, қандай шаш прическа істетейін, қандай жаңағы ақыл айтайыз істейін деген секілді. Сондықтан да жүрегін ашып тұр ғой, бізде қаншама адам, миллиондаған адам танымаса да сыртқы образына елітіп жүрегін ашты. То есть ашкөздік. И үшінші фактор қандай, бізде талғам қалыптаспады. Мысалы, өткенде Тимур Бектор деген танисыз, айтишник зерттеу жүргізді. Асыл арнаның жәннатқа қалай барамыз деген видеосын көрген адамдардың 40% барып жаңағы жарайды, қайрат болма адам болманы сериясын, қайрат болма адам болдың сериясын көріп. Бірден. Арасында тағы бір машинаны көріп барып, или бір саяхат көріп бір ауысу деген жоқ. Бірден ауысады екен да. Неге жәннат пен қайраттың арасында не айырма бар, не ортақшылық бар екен білмедім. Или керісінше, қайрат болма адам болды көріп, жәннатты көріп өткен жаңағы. Енді астардан видеосы дейікші. Екінші ел алу деген сияқты. Ойнап айтамын. Жаңағы бақытты болудың құпиясы деген секілді. Сонда таңғаласың. Екі бөлек аудиторияның тақырыбы еді ғой. Адамдар солай ойлап шығардық қой біз. Қайрат болма адам ол басқа аудиторияға, мынау Асыл Арнаның контенті басқа аудиторияға. Ойлайсыз ғой, бөлінеді ғой. Жоқ, екеуінде тұтынып отырған бір адам. Born to be қазақ дегеніңіз негізі бір қарағанда Борат дегенге келеді екен. Кешіріңіз, сөзді бөліп жібердім. Борат туралы мен мынандай түсініктемін. Мен бірінші сіздің түсінігіңізді біліп алайыншы. Ойыңызды. Боратқа мен почему-то, егер мен шетел араламаған кезде қатты шамданар едім. Бірақ шетел аралағаннан кейін түсінгенім,
Ол Борат кезінде енді бізді калька ретінде алды ғой, бір болады ғой, образ жаңа айтып жатырмыз, қалаулым деп, қалаулымға тиісіп жатқан жоқпыз, бір қалаулым секілді деп жоқ, имя нарицательный болып кетті. Бізді кезінде алды, қолданды, бірақ екінші сиквелі, то есть екінші сериясында бұл жерде нақты сауатсыздық. Біз бірде бір қазақ кейіпкер жоқ, Қазақстанда түсірілмегендік, біздің образымызды алып отыр. Енді мен осы жайлы кеше Қуаныш Шонбаймен де ақылдасып отырмын. Тағы да бір ақылды деген жігіттермен, тіпті пиарщиктермен ақылдасқанда бәрі айтады. Мысалы, елдің осы спорт және біз қандай еді, мәдениет министрлігі бар, туризм комитеті бар, қазақ туризм бар, жаңа өткендегі. Солар керісінше қазір қаншама адам қазір Боратты іздеп жатыр ғой жаңа. What is country жаңа Қазақстан қайда деген секілді. Сол кезде жаңа $1 миллион ма, $10 миллион жаңа Қазақстанды іздеген кезде мына позитив роликтеріміз бар ғой, жаңа ойбай кран ұшырып жатқан, жаңа Димаш бүйтіп жатқан, Головкин ұрып жатқан, сондай роликтерге нені сатып алсақ дейді, сілтемені. Сөйтіп оның былайша айтқанда теріс бәрін, айкидодағы сияқты оның соққысын өзіне қарсы қолданады. Әйтпесе қазір бір 18 миллион қазақтың бай-байлап, канцел Боратты петиция жазғаннан шыны керек дым өзгермейді. Ол тек қана біздің енді кеше айтып жатырмыз. Антижарнама жасап надай істеп жатыр да, Бораттан жаңа трейлердің астына боқтап жазып кетіңдер деп жатыр да, то есть. Боқтап әкемнен, шешемнен деген секілді. Сол кезде мынадай ой туады да, сол Бораттан онда біз не айырмашылығымыз қалды. То есть боқтыққа қарсы боқтықпен жинамайсың ба сен жаңа шайпау қатынды немесе или жынды долыны жындылығымен жинамайсың. Соның деңгейіне түсіп кеткендей боласың. Сен оның мәдениеттілігімен жинайсың. Или айламен. Айла қандай? Ақыры сізге подлянка істеді ме, орысша айтқан кезде жаргонмен. Онда сол іздеген бүкіл запростың бәрін істеуге болады интернет маркетингте. Мысалы Қуаныш мырза айтып отыр, $10 миллион берсең, бүкіл запросты Борат кім деген кезде алдынан жаңа позитив шығатындай. Қазақстанға кел айналайын. Бұл жерде дәмді ет, жылқы. Енді бұны Тони Блэрмен кездескенде елбасымыз қай бір жылы Борат осында бар ма? Мен сіз журналист деп сұхбат берейін деп, мен көргім келіп тұр, мен кездескім келіп тұр деп, тіпті сондай жасқа келіп тұрып, елбасымыздың жаңа қауқарының мықты екенін, жекпе-жекке кел деген сияқты, менен сұхбат ал деген сияқты керемет сарказммен шақыруының өзі, былайша айтқанда біздің елдің, бірақ ол кісінің керемет айтқаны елбасымыздың сол кезде қандай пиар болса да бізге жақсы пиар деп айтқаны. Бірақ енді шынында дұрыс айтып отырсыз, бәрі қазақ деп терген кезде міндетті түрде Димашымыз шығар. Бірінші рет шыққан кезде біз өршелендік, түсіндік. Мен ол кезде де шын қарсымын. Ой, бай, Борат не істеп. Екінші рет істеп жатыр. Енді Айлаға көшіру керек. Екінші ретте де бірінші реттегідей реакция берсек, онда біз сонша аралықтан өспеген дауын баласы келді, или ақыл есі тежелген баласы келді, ұлт ретінде өспегенбіз. Сондықтан сарказмға, ирония ретінде қабылдау керек, және соны Айлаға айналдыру керек. Енді өткенде Қуаныш Шонбаймен жеке бір әңгімелесіп отқанда айтқан әңгімесі бар еді. Екі түрлі от бар дейді да, біреу ақ, екіншісі қара. Сен қай отты жағасың өзің білесің деп. Егер қара пиармен оларды жаңағы қазақша анай түрген өзің айтпақшы YouTube қонда айта берейін десең. Боқтап өшірем десең. Оқты бассаң сасиды деген сияқты, жапаны бассаң сасиды деген сияқты, оны басып біз өршітетін сияқтымыз. Оның жаны кіреді, оқырмандарын жинайды деген сияқты. Ондай адамдар бізде де Қазақстанда да жетіп артылады. Бұл себепті тек жақсы жағымен осы Дарын онлайн сияқты платформалардың ашылып, министрліктің қолдап, білім және ғылым министрлігінің қолдап, Асхат Аймағамбетовтен қолдау тауып отырғанымызға да қуаныштымыз. Және өзің сияқты көкірегі ояу, көзі ашық азаматтар өздерінің жұмыстарын жасап, кім-кімге еліктейді, сосын әркім өз тұлғасын тауып алады деп ойлаймын. Тұлға демекші, қандай қазір мысалы бір идеал дейміз ғой, бұрынғы кеңес кезінде Гагаринді былайша айтқанда қолдан жасады деп айтсақ та болады. Юрий Гагаринге қарап еліктегісі келді, бәрі ұшқыш болғысы келді. Ода бір кемшілік жоқ сияқты көрсетті. Біз оқушы кезімізде, ойын баласы болып жүрген кезімізде де мүмкін жаңағы ақпараттың соншалықты қара пиардың бізге жетпегенінің салдары шығар. Кез келген тұлғаны, тіпті санаулы әншілердің өзін көзіміздің көріп өскен. Бұлар тіпті жаңа тамаш бейтіндей көрінетін. Қазір біз қалай тұлғаны қалыптастыра аламыз? Періште көретінбіз. Қазір қалай қалыптастыра аламыз? Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, көптеген жаңа саясаткерлер мысал келтірдіңіз, Мәселен, бір кез келген адамның кемшілігі бар. Алла тағала ғана кемшілік атаулыдан пәк. Ал адамзатқа үлгі, ол адамзаттың асылы Мұхаммед Мұстафа пайғамбарымыз. Ал енді кез келген адам жұмырбас пенде қателеседі, сүрінеді. Ал енді соны адамдарға қалай бір идеал адамды қалай қалыптастыруға болады? Енді бұрынғы заманда деп айтайықшы, ақпарат жабық заманда, ақпаратта иерархия болған заманда, то есть
ол заманда жаңағы пропаганда қалыптастыру оңай еді. Жаңағы Гагаринді бір ой жаңағы. Енді жеке өмірде ешкімде Инстаграм болмады, жаңағы қалай тамақ ішіп жатыр, пицца жей ма, суши жей ма, мемлекет тот жұрт бір ол жаңағы ауылмен қорықтыратын секілді бір әжетханаға бармайтын адам секілді бір жаңағы кака шығармайтын адам секілді. Соны айтылмай тұрмын ғой. Бірақ қазіргі заманда ол құпиялылық, ондай бір сакральность дейміз ба, бір оның сыртында аура туғызу мүмкін емес та. Қазіргі біздің алып жатқан нәрсе, то есть берілетін акцент ол шынайылық. Мысалы, сіз өмірде қандайсыз, интернетте сондай. Әйтпесе жаңа өмірде қалай сөйлейсіз, интернетте де солай жазып еді, то есть шынайылықпен беру. Мысалы, кім? Илон Маск. Мысалы, идеясы қандай ғаламат, Марсқа барып адамдарды қоныстандырып өткенде жаңа прямой эфирде марихуананы шегіп отырды. Сол кезде бірақ ешбір астында комментарийінде мен қарап отырмын, ағылшынша бірде-бір жаман нәрсе жоқ. Сонда адамдар шаршаған ғой енді деген сияқты қабылдап олар ана ұлы идея үшін ананың бір адамдарды құтқарып, мына қоқыстың арасынан, экологиялық проблемалардың арасынан құтқарып Марсқа барамын деген ұлы идеясы үшін ананың пенделік кемшіліктерін кешіреді да. Шеге берсін марихуана. Бір күн жаңа түрсешен шықса, енді Маск қой енді, зато Марсты айтып жүрген деген секілді. И бізге де көрдіңіз бе? Біздің идеямыз ұлық болған сайын, мысалы, айтақ асқақ болған сайын, ол жаңа әлемді құтқармақ қой, қазақты құтқарып алсақ та, жай бір жаңа пендешіліктеріміз енді шығып жатады ғой енді ол жаңа, енді білмеймін. Кім қателеспейді кеше жаңа Қуат Найман деген секілді, білмеймін, жаңағы Ернар Айдар деген секілді, ол біреу алданады, біреу алдайды, біреу алданады деген секілді. Мен де не застрахован орыс айтқанда, сіз де. Сондықтан да адамдарға образ ретінде идеямызды ашық бере алсақ, менің түпкі мақсатым мынау еді, менің көздеп жүрген мынау еді десеңіз, соған сендіре алсаңыз, енді ол анау мынау кемшіліктерді адамдар кешіреді деп ойлаймын. Яғни бұрынғыдай жасырып ол мүмкін емес. Жаңағы ол жаңағы тойда деген секілді, ханның қызы деген секілді ол қазіргі заманда мүлдем құпияның заманы емес. Мысалға еврейлерде мынандай түсінік бар екен да, сенің жеке басыңда міндетті түрде бір юристің, жаңа бір заңгерің, бір отбасыңда деп айталық, бір заңгерің мен бір дәрігерің болу керек дейді екен. Міндетті түрде білімді, саналы, жоғары санаттағы. Сол сияқты қазірде кез келген тұлғаға немесе кез келген жаңағы блогерге, бірдеңе жазарда айталық жаңағы спорт шеберлеріне, әншілерге де бір кеңесші керек шығар, қалай ойлайсыз? Міндетті түрде. Қазір жазайын ба, жазбайын ба? Өзі мынадай ғой, мына жол жүру ережесін бізге қай кезден бастап үйретеді? Балабақшадан үйретеді. Қызыл, жасыл, әйтсе өтіп қаласың деген сияқты, помидор сияқты мүшіп кетеді деген сияқты. Білмеймін, жеті атанды үйретеді бір жаңа, ойбай, оны білмесең жетесізсің, тексізсің деген секілді. Сол секілді бірінші сыныптан бастап, білмеймін, әлеуметтік желіде өмір сүру ережесі, өйткені біздің қазір көп уақытымыз, мысалы мен кейде қараймын, сотка мына экранны время қараймын, 6 сағат, 7 сағат мен бұл өмірде өмір сүрмей өткенмін. Мен бір күндегі 24 сағатын 7 сағат ана жақта өмір сүремін. Онлайнда деген ғой. Уже жоқ мына өмірде. И жыл өткен сайын бұл өкінішке қарай арта береді. Болды, біз онлайнға кіргеніміз, маталған. Қарсы шыға алмайсыз, ойбай десең, жаңа борат секілді ішінен шықпайды. Енді осы реалияда өмір сүруіміз керек. Бала шағамыз бұл жерде жаңа балық секілді не үшін, жаңа Асхат Зеркінбай деген менің ұстазым айтатыны бар. Информатика деген пән бар ғой. Қазір 7-ші класстан бастап оқытамын. Біздің кезде студент. Қазір одан ерте шығар. Информатика емес, ақпараттық сауаттылық, жаңа жыныстық сауаттылық секілді, құқықтық сауаттылық секілді, қаржы сауаттылық, ақпараттық сауаттылық. То есть, міне, фейк деген нәрсе қандай, мысалы, 2-ші класста оқып жатсың, саған бір Медина Сарбалаевна деген сұлу бір қыздың аккаунты кеп не сұрап жатыр, 500 теңге сұрап жатыр. Коржикке ақша жоқ деген секілді. Мысалы, 2-ші класста сенің уже аккаунтың бар, мысалы. Уже реалия, сен фейкті ажырата білуің керек. Оның суретін сохранитті басып, Google фотоға барып, бұрынғы фотолар емес, бұрын бір актрисаның фотосы емес пе деген секілді. Оның жаңа геолокациясын қарау. Уже оны 1-ші класста білу керек. Уже бұл осы заман реалиясы былайша айтқанда. Шындығы дейікші. WhatsApp-тағы ақпараттың дерегі қайда, дерек көзбен іздеу, мысалы, кезінде бір жаңалық болды ғой, Монғолия Ресей қосылғалы жатыр деп хабарлайды utka.ru сайты дейді. utka.ru сайтына аты айтып тұр, утка деген өзі жалған ақпарат ғой. Мысалы, сараптай білу, тролль, мысалы, интернеттегі кейіпкерлердің бірі, тролль деген просто сіздің қаныңыз ішетін, өз атын жасыратын, сіздің эмоцияңызбен қоректенетін адам. Мысалы, ну что сәкен болсын деген сияқты. Вампир. Сіз не айтсаңыз да қарсы. То есть тролльге қарсы антитролл, аргументке қарсы контраргумент деген сияқты, фактіге қарсы контрфакті деген секілді. Осыны қазір
бірінші сыныптан бастап, информатиканың орнына кіргізу керек. даже балабақшадан бастап ақпараттық сауаттылық негіздерін үйретпесе, онда мынау жаңағы WhatsApp-та қауесетке сенетін, бананнан спич шығыпты, Шардарада балаларды құрбандыққа шалып жатыр екен, мектепке жібермеңіздер деген надан демек қойын, сенгіш, білімсіз аудитория артады. Аңғал. Ал өнер адамдарына ол әу бастан керек. Өйткені өнер адамның әр сөзі, енді қайсық бағана айтып отырмын ғой, қаншама шөліркеп тұрған адамдарға ол әр сөзіңізді тура қабылдайды. Енді әлемде жаңа айтып отырмыз, 40 мемлекет, 40 ел араладың. Оның ішінде мәселен енді Қазақстанмен салыстырғанда біздің ішкі туризміміз қай деңгейде және қай деңгейге дейін жетеді стратегияңыз бойынша? Бұл білмеймін, енді футурологиялық болжам айтамыз ба, жоқ, қалай десек те, өзіңіз қалай көріп келесіз мысалға? Қанша жылдың ішінде дамуы мүмкін? Мысалы, бір мемлекеттерді бір-ақ тұлға қалыптастырады. Жаңа өзіңіз айтып отқан Снелман сияқты бір ағартушылар. Сол сияқты біздің еліміз, басқа жағын айтпай-ақ қойын, жалпы экономика басқаға бармай-ақ қойын, саясатқа барыспай-ақ қойын. Жалпы ішкі туризм дамуына қанша уақыт керек бізге? Өте қиын сұрақ, осыны ары ойланып, бері ойланып, ұйықтай алмадым дегенсіз бе? Жоқ, ұйықтадым кеше. Әр сапарға барған сайын ұйқым қашатынын білемін енді. Жағдай бар ғой енді, тұрмыстықна енесі келінін кінәлайды, келіні енесін кінәлайтын бір жағдай болады бір. Бірақ разбирать етсең екеуі де кінәлі деген секілді. Мына бізде де сондай. Негізі жеке-жеке сөйлесең екеуінікі де дұрыс. Билік ешқандай инфраструктура құрып бермеді. Демалайық десек курорт жоқ. Демалайық десек бір білмеймін, арзан, қымбат қымбат керісінше. 1,5 миллион теңге Ақтауда курорт салып қойды, зачем деген. Оған Түркияға барып келген арзан. Мемлекет айтады, біз салайық десек инвестицияға 30, 300, 400 миллион доллар саламыз, бірақ оны ақтайтын адамның потогы жоқ, ағыны жоқ. Адам аз енді, адамдар диваннан, қазақтар көп құйрығын көтермейді деген секілді. Екі жақ бірін кінәлайды. Менің ұсынатын вариантым мынадай болған. Иранға барған кезде ойыма түсті. Иранға біз наурыз айында бардық, наурыздың дәл 22-сіне бардық. Ойлағамыз ғой, біз деген секілді 1-2 күн демалыс деген секілді. Үйлен бізде қанша 5 күн беріп кейін үйретті ғой. Иран 12 күн тойлайды. 12 күн государственный мереке. Иранда 80 миллион, 90 миллион адам тұрады. Сол 12 күннің әрқайсысының өзінің бір салттары бар, істелінетін. Бір күнінде ешкім үйінде отырмау керек. Үйінде отырса жаңағы. Сол жылы құрбасқа кетеді, бақытсыздық келеді деген секілді. Оны біз қайдан білдік? Шираз деген қаласын болса, көшенің бәрі, раскладушка, палаткалар, как будто соғыс болайын отқан секілді болды бір жұрт бір жаққа көшіп бара жатқан секілді. Не болып кетті? Америка бомбалайын деп отыр. Жоқ, білмейсің бе біздің ережені, дәстүрді. Бұл күні ешкім үйде отырмау керек. Жылына бір рет. Жылына бір рет. Сөйтіп ана 90 миллион адам, енді ол көбінен әзірде жабық ел ғой былай. 90 миллион халық елдің ішінде былай дүркіреп айналады да. Мешхеттегілер Техранға барады, Техрандағылар Ширазға барады, Шираздағылар Исфаханға деген секілді бай. Әрине одан ішкі туризм дамайды. Мен өйткені қазақ туризмге айтып жатырмын, бізде де сол наурызды сондай бір жалған. Әрине ішкі туризм дамиды дейсіз ба? Иранмен салыстырып. Адамдарды бір үйінен шығартатын бір себеп бар. Шық, білмеймін, туысқанына барасың ба, Таразға барасың ба? Бізде де айт бар ғой. Далаға жатасың ба, білмеймін. Бізде айтпаймыз. Бірақ сонда бір міндетті жаңағы сәл поверие ретінде деймін, кішкене аңыз ретінде сәл үйден шығартатын. Сене қоймаймыз ау. Вот Иранда получился, бізде неге деген ба. Екінші нәрсе қандай, енді ол инфраструктураға қатысты, өкінішке қарай бізде жеріміз өте үлкен болғандықтан енді мынау маркетингта ауру деген аурудың қалай боль дейміз ғой мысалы. Мысалы мен кейде болады, Алакөлге барайын деп ойлап тұрамын, ләззатын түсініп тұрмын, ол жердің суын, шипа екенін, балшығын. Бірақ оған дейінгі жолдың мехнатын, азабын өлшеңіз де маркетингтегі боль деген секілді. Арзыма осыған деген. Арзымайды деген секілді. Мысалы біз iPhone алған кезде 650 мың теңгені түсініп тұрсың. Басқа бір деңгейде жаратуға болады. Бірақ iPhone-нан алатын құндылық басып кетеді ғой. Анан бойлығы ретінде не алмайды, ұмыт кетесің бір күннен кейін, кредит алған, бүйрегін сатқаннан кейін. Ал бізде жаңағы өте алыс дестинейшндер, жаңағы мысалы Үстіртке барам, мен әлі барған жоқпын мысалы. Мен бүкіл Қазақстанның 14 облысына болдым, бірақ Үстірттің Бозжырасына әлі барған жоқ, мен ойлаймын, Бозжыраға бару үшін Ақтауға 50 мың теңгеге билет алуым керек, одан джип өзім жалғыз жалдаймын ба, одан 300 километр былай жүргім керек, су табамын ба, дәрет алам ба деген секілді. Көрдіңіз бе? Уже боль. Ал туризм даму үшін осы адамға қандай нәрсе кедергі ойында күмән бар, соның бәрін алып тастау керек. Мысалы, қазір Түркияға барамын десе,
ешқандай кедергі жоқ қой. Мысалы самолеттен түсем ба, қол жуатын жер қандай, туалеттің тазалығы, сервис, трансфердің ортасына тоқтап жаңағы пақылап алғызады деген секілді бір проблеманың бәрін сен үшін шешіп тастаған да. Сондықтан да ол деңгейге жету үшін жаңа енесімен келін деген секілді халық та шығу керек навстречу да билікке. Биліктен. Сырттан қонақ деген кезде өкінішке қарай біздің образымыз айқын емес. Біздің образымыз біресе Астананың жалтыраған әйнек бетон ғимараттары, сосын біресе бүркіт ұстап біреу кетіп баратады, далада шауып баратады. И сырттағы туристің четкий образ дейміз, мысалы бір нәрсемен салыстырайыншы. Семинар беріп жүрміз әлеуметтік желінің дұрыс жүргізу бойынша. Сол кезде айтамыз. Сен ВКонтактедегі, Твиттердегі, Фейсбуктағы, Инстаграмдағы фотоңыз, аватардағы бәрі бірдей болсын дейміз да. Ол мәселе фото жетпей қалған емес. Адамдар сіздің әр аккаунтыңызға кіргенде сіз жайлы бір образ болады. Мысалы қырынан тұрған, бір ақылды өркен деген секілді бір образ қалыптастырасыз. Черно-белый, әшкеге барып сөз деген секілді. Әр аккаунт әртүрлі болса, уже образ әртүрлі болады. Біресе групповой, біресе Фейсбукта мысықтың суретін салып қойған, анақта көк бөрін, уже бұл кім деген сияқты. Контраст. Фейсбукта ұлтшыл, Инстаграмда халявщик деген секілді образ туып қалады ғой. Қазақстан образы да сондай да. То есть біресе бүркітпен далада кетіп барады, біресе Астананың модерн, біресе модерн. Мысалы Монғолияның туристік роликтерін қарасаңыз, Улан-Батырда Астана секілді. Масқара дәу болды, небоскрептер тұр. Ешқашан көрсетпейді. Өйткені образдың целостностін бұзады. Турист тек қана Шыңғыс ханның монументі. Замечательство да қалай. Так, бұл біздегі секілді шыны бетон қала, супермаркет, мол бір бәле ма? Жоқ, онда бізде бар ғой, Starbucks. Или жаңа мен іздейтін экзотика осы ма деп. Мысалы, Леонардо Ди Каприо выжившийден шаршағаннан кейін морально уставший неге барды? Монғолияда Хупсу көл деген көл бар, Байкалдың астында. Мен барамадым, мен өте алыс. Ол Ресейден түскен жақсы. Соның қасына барып, киіз үйге жатып, қымыз ішіп, Леонардо Ди Каприо восстановиться етіп, рахаттанып. Былтыр Дональд Трамптың ортаншы баласы біздің Баян-Өлгейде қазақтардың киіз үйіне жатып, қазақтар оны сотқа түсіп, Трамптың баласы тап қояды. Ол да қарапайым, қазақтар да бүйтіп жүр ана Трамптың баласы. Ана жақта ядерный ракетаның қызыл кнопкасы қолында тұрған адам баласы қатты бір елеп ескеріп жатқан жоқ. Неге бізге келмейді? Өйткені біздің образымыз анық емес. Ол бір енді, мысалы, жапондықтар ма, осы біздің Денис Тен марқұм қайтыс болғанда да қаншама адамдар чемпиондарын өлтіріп атқан елге бармаймыз деп билеттерін кері қайтарған деген әңгімелерді естідім. Оның да әсері болуы ықтимал, Өкінішке қарай, біздегі кез келген, мысалы, соңғы дүнгендерді шулаттық қой, Қырғыздың шекарасында жылап тұрған видеолар BBC, CNN-ге позор болдық дешеді. Қазақстан ойбай, бейбітшіліктің ұлтаралық татулықтың ортасы елбасы жасап келген имиджден бір күнде айран шартықты, мысалы. Ол жаны өзен болсын, Атырауда, Ақтөбедегі терактілер болсын, Алматы, Тараздағы терактілер болсын, жер кезіндегі митингдеріміз болсын. Ол кез келген нәрсе имиджге әсер етеді. Мысалы, мен Иранға барам деген кезде көп адам айтады, ойбай, онда соғыс болып жатыр ғой деп. Айтамын, Иранда соңғы 100 жылда соғыс болған жоқ. Иракпен шатастырылған шығар. Иран, Ирак көрдің бе? Көршілес елдің репутациясын өз көршілеске әсер етеді. Сіз айтып отқан Ауғанстанның өзімен Ауғанстан өзі мысалы қандай ғажап ел, бірақ репутациясы нашар. Сондықтан да біз сырттан турист келу үшін ең бірінші былай глобально алсақ, қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Сосын екінші образ. Қауіпсіздік демекші мен Самарқанға барған кезде, Ислам Каримовтың билігі тұрған кезде, ол жақта білесіз, Самарқанда 80% тәжіктер негізі. Тәжіктің қаласы негізі. Кешке жүрмін, бәрі жетті жабылып қалған, түнгі клубтар ашық тұр. Мен не істейсің, разведка ретінде, блогер ретінде түсіп жүрмін. Тәжіктің жігіттері тұр, здоровый бар, нездоровый бар. В общем, талпа жігіттер тұр, әдейі былай ортасына кіріп деген секілді. Ұрынарға қара таппай жүрмін, өзімше. Маған не дейді деген сияқты мен. Соны айтамын ғой, неге маған тиіспейсіңдер? Мен қазақтың ақшам көп деп ойлайсыңдар, сен өзбектерден солай стереотип бар ғой. Айтады, осы Самарқандта бір туристің басынан бір тал шаш түссе дейді да. Ислам Каримов біздің, мен тура айтып отырмын өтірік сөз. 7 атамызбен бірге, 7 әулетімізбен бірге жоқ болып жүреді дейді. Ислам Каримовтың тірі кезінде, Тірі кезінде ол. Сонда қандай не берілген? Диктатурамен, то есть бірінші дүние қандай қауіпсіздік қой, то есть осыдан деген ғой. Соны бүкіл саны әлі кәмелетке жетпеген, әлі намысы, энергиясы бойында тасып тұрған былай жігіттердің өзі сол планетаны түсініп алған да.
осыдан туристке бір қолымыз тисінші бітті деген секілді, капут деген секілді. Сапарда көп болып жүрсіз, мысалға жаңағы Америкада Чайнатаун бар өздерінің. Болмаса американдықтардың өзінің араларында өзіңіз білесіз, өткенде полициялармен қақтығыстар, ақ нәсілдер мен қара нәсілдердің арасындағы шиеленістер. Осындай орайда олар қалай қабылдайды? Оларда да жаңа өзің айтпа ксенофобия бар ма? Мысалға қытайларға, американдықтарда бар ма сондай? Ксенофобия жоқ, олар жеңдіреді. Мен бір қызық нәрсе айтып берейін. Осы бізден бала асырап алады ғой осы. Вьетнамнан, бізден Мозамбиктен Анджелина Джолилер асырап жоқ. Сол бала асырап алушыларды зерттеді. Дархан Өмірбек деген жігіт осы Колумбия университетінде оқыды. Ініміз сөйтсе көпшілігінде өзінің баласы бар екен негізі. Бедеу емес, белгісіз емес. Екі баласы бар, 3 баласы бар, 4-ші бала қазақта асырап алған или жаңа Мозамбиктікі деген секілді. Сөйтсе айтады, не үшін десе, мектеп кезінен бізге идеология былай сіңіреді дейді. Сен бір Абай айтады ғой, кәміл адам деген секілді, кемел. Совершенный, кәміл американец болғың келе ма, жаңа жалауында үйге келіп қой деген секілді. Сен өзінің баламмен қатар саған мүлдем ұқсанбайтын, көзі ващинандай, терісі крокодилдің терісі секілді деген секілді. Саған вообще неприятный баланы асырап, өзінің баламмен қатар махаббатыңды төге бере алсан, вот сен нағыз американсың. Сонда көпшілік америкалықтар баланы баласы жоқтығын емес, просто өзіне өзін дәлелдеу үшін. Өзін өзі жеңу үшін, нәпсін сындыру үшін. Флагты ілдім үйге, так, взнос төлеп жатырмын, волонтер болып жатырмын, мысықтарды приютқа барып тамақ берем. И не істейін, так, Вьетнамнан барып бір бала асырап алайын. Потому что я же должен доказать, что я истинный американец деген секілді. Қараңыздаршы, қандай идеология. И осы арқылы оларда енді жаңағы толерантлық дейміз ба, енді дамыған енді. Бәрі ақбыз қара сарымыз деген секілді. Мысалға енді жаңағы елбасымыздың ұлы даланың жеті қырында, мысалы атқа міну мәдениетінің, жалпы қызғалдақтың отанын Қазақстан екені асынсыз айтылады. Сонда өзіңіз өткенде Таразда болған сапарда айтып кеттіңіз. Мысалға кәдімгі кітап қарап отырсаңыз, осы қағаздарды, парақты өңдеуді бізде тарихы бізден бастау олатын алға тарттыңыз. Ода бар жаңа тер илеудің өзін қазір түрік ағайындарымыз керемет қолға алып кетті. Осы туралы айтып беріңізші, кітап туралы. Енді бағана бағдарламада сұрап жатыр, осы Қазақстан тарихында қаншама шайқас болды. Анрахай шайқасы, Орбұлақ, Қалмақ қырылған, бір бәле деген секілді. Ең есіңізде қалатын деген кезде мен былай айттым да, Атлақ шайқасы. Өйткені, мысалы, Анрахай шайқасында қалмақтар жеңді кетті. Бір итоп болады ғой, жеңді, бүкіл шайқас сондай ғой. Атлақ шайқасының бір қызық жері Қытайларға қарсы біздің түркілер, бабаларымыз бен арабтар қосылып соғысқан кезде жеңеді. Сөйтіп Қытайдың 30.000 тұтқынын қолға түсіреді. Енді білмеймін не үшін екенін, Қытайларда сәл ақымақтық жасаған дейді. Олар өзімен бірге қағаз жасайтын шеберлерді алып жүреді сол заманда. Сол жорықта. Сол кезде оған дейін Қытайда жалпы қағаз жасау өнері Қытайдың мемлекеттік құпиясы. Ешкім білмеген, сырт әлем үшін сондай ғой, өзі жабық ел. Кім келеді, басын шауып тастайды. Қандай саяхатшы келеді, білмеймін, шпион келеді, бітті. Бірден басын шауып тастайды. Құпия сыртқа кетпейді. Сол кезде алғаш рет тұтқындармен қатар қағаз жасаудың технологиясы Тараздың тұсында, Атлақ шайқасында жұртқа мәлім болып, содан кейін хронологиясын қарасаңыз, Тараздан төмен қарай жаңа Самарқанда, сосын Басрада, Шамда, Каирде баспаханалар ашылып, ары қарай бүкіл әлемге тараған. Енді бір мен былай айтамын, қазіргі тілмен түсіндірсек, замыкание деген болады, бір дызт етіп бір. Батыс пен шығыстың арасында замыкание осы Тараздың түбінде болды. Сондықтан енді ол жаңағы алманың бізден шыққаны, қызғалдақтың тұқымы бізден кеткені, Түркияға, сосын Голландияға. Атты біз жерсіндіргендіміз, шалбарды біз ойлап таптық айтамыз, көп қой, даже конькиді біз ойлап таптық, даже Москваның атын біз қойдық деген секілді. Бірақ былай өткеннің жетістігін санасақ, негізі өркениет ретінде қалай айтсам болады, шыны керек аз. Былай болады біреу бір $10 сен тапқан $5 деген секілді. Біздің өркениет ретінде әлемге қосқанымыз мойындау керек аз. Мысалы, мен Италияны неге жақсы көремін, өйткені бүкіл ЮНЕСКО-ға кірген бүкіл әлемдегі қордың 80% Италияда. Енді мысалға қаншама пікірлерді естіп жүрмін шетелдің азаматтарынан, қазақ азаматтарының өте білімділік жайында. Енді оны мақтанышпен жақында мен де жариялағым келіп отыр әлеуметтік желі арқылы. Енді
Мысалы өзің айтып отырсың, иә, Кореяда жұмыс жасап жатқан қаншама қазақтарымыз бар екен. Мысалға Google компаниясында жасап жатқан кем дегенде 5-6 қазақ бар деп естідім. 60. 60 ба? Google-да 60 дейді. Мәссаған. 60-тан аса дейді даже. Енді сол азаматтар елге оралып бір жаңалық ашуына мүмкіндік бар деп ойлайсыз ба сонда? Мен шынымды айтайын, жаңа жапондарға қарама-қарсы жүрсеңдер де жете алмайсыңдар деген сияқты, мен қайтып дамимыз деген кезде намысқа тиеді, үнемі атқамінер азаматтармен жолыққанда ойлайтынмын. Біз енді тек қана өзіміздің өндірісімізбен ғана айналысуымыз керек шығар. Ол ауыл шаруашылығы, ол мал шаруашылығы, өзіңіз айтпақшы жаңа меранос қой деп жатырмыз, қаракөл қой деп жатырмыз, иә. Осымен терилеумен басқа да жалпы тек қана өзіміздің сыртқа экспортты, ұн жаңа Канададан кейін екінші орын алатын біздің сапалы ұнымыз. Осының бәрін алға тартқан кезде біз көшілгер дамып кетпесек те өз-өзімізді қамтамасыз ете алатындай бір керемет жаңағы жапондықтардың жаңағы күріш еккен сияқты біз өз-өзімізді ғана асай алатын және сыртқа экспорт шығару арқылы мысалға қаншама елден, Мексикадан, басқа елдерден, Бразилиядан ет алмайтындай деңгейге жетуіміз керек та біз өз-өзімізді қымтап отыруымыз керек қана деген ғана түсінікте болған мен осыған дейін. А сіз техникалық даму алға қарай қарыштауы мүмкін дейсіз, жаңа Тимур Бектұр сияқты азаматтар бар да, жаңа Google-да жасап жатқан 60-қа жуық азаматтар, қазақ азаматтар бар да, біздің әлі болашағымыз жарқын деген сөз, яғни. Мен сіздің ойыңызға 99% келісем, жаңағы біз қандай жағдайда Қазақстанның мүмкіншілігі, қой бағатын жер тұр, шөп өсіп жатыр. Енді қазір біз бәріміз түгел жаңа айфонның копиясын, Xiaomi'дің копиясын жасаймыз десек, болмайды ғой, мүмкіншілік беріп тұрған Құдай. Енді Америка Huawei'ге қарсылық білдіріп өшіріп тастап жатқанда біздің техникамыз дамып кетеді деп айтамын ғой. Сондай бір елдер бар да, мысалы Польша, толықтай аграрға келген. Польшаның алмасын біз жеп отырмыз, жаңа сливасын деген секілді. Венгрия толықтай аграрға келді, былайша айтқанда, екі арысын шығармайды. Бірақ олар өздерін намыстанбайды да аграрға. Біз 90-шы жылдардан кейін бізде намыстану пайда болды. Біз енді пәлен жыл көшіп енді болды, пәлен жыл қой болды, енді қой бақпаймыз ана. Болды ғой. Боқтан қолды бүйтіп, жаңа қолғап киіп, бірақ қолғап қойды бақпағаннан кейін, сиырды бақпағаннан кейін ол бір айфонды іліп шығарған жоқпыз, бір Мерседесті іліп шығарған жоқпыз. В итоге біз қойды да бағудан қалдық, айфонды да іліп шығармадық. Екі ортада қалдық та. Енді бізге келетін нәрсе, жаңа қиын болса да, аграрлық ел екеніміз мойындау. То есть, біз қойшы ұрпағымыз, жеті атамыз қой баққан, қой бағу, мал бордақылау карантин кезінде шығып жатырмыз. Сіз мысалы жаңа кәсіппен айналысып деген сияқты. Саумал бастап жатсыз, бағланға дейін, басқаға дейін сияқты. То есть, былай айтамын да, осы Алматыда теңге сарайы бар. Тәжікстан ақшасын біз басып шығарамыз по идее. 20 елдің ақшасын, Беларусьтың қазір бітішті отқан, Беларусьтың паспортын біз басып шығамыз деген секілді. Мен айтамын да, хотя бы бір негатив, бір позитив қылып берішті. Күдеріссен, сен әке шешеңнен күдеріп білесің. Ой, мен әкем жаңа білмеймін, арақ ішеді, мүшті туған деген секілді. Мысалы, білмеймін. Сәкен Майғазов жақсы адам, бірақ маған өткенде 5000 теңге бермеді деген секілді. Сізден де, то есть, қандай жақсы аяулы адамнан болса да күдерісіп кетуге болады да, то есть. Бірақ жақсылық іздесен де табыла береді. Даже айтып отырмын ғой, Беларусьтың паспортын біз басып шығамыз десе, что деген секілді нәрсені өзі көңілге. Мен қазір естіп отырмын, мысалы, білмейді. Енді бір нәрсе айта кетейін, патриотизмдік тақырып болсын, типа жұрт патриотты ойлап қалсын. Мен кейде көңілім алай-дүлей болған кезде Қазақстан картасына қараймын. Графикамен бере алсаңыз да Қазақстан картасын беріңіздер, бермесе, әрбір бұлым езгиіп орып жатқан кезде біздің картананда не ғой? Балық секілді ғой Қазақстандай, дәу балық секілді. Бұлым ғой, бүйтіп кетіп жатыр. Енді Египеттің картасына қараңыздар деймін да, осыны бір, енді 3 әріптерге болсын, 5 әріптерге болсын, семинар өткен кезде үнемі пункт айтам. Египеттің картасын қарасаңыздар, тікбұрышты үшбұрыш, Суданмен шекарасы тіп-тік сызық, Ливиямен шекарасы тіп-тік сызық, үстінде түсіңді, жер өте теңіз, қызыл теңіз. Қараңыздаршы, Египет 5000 жылдық өркениеті бар, перғауындар, Құдай, мумиялар, пирамидалар, ұлы өркениет деп айтамыз ғой. Қытай, Үнді, Египет өркениеті, Мысыр. Бірақ шекарасын ағылшындар мен француздардан жаңағы бодандық алған кезде шекарасы үшін тұрып беретін адамдар болмағанда. Шекарасын просто ағылшындар, мынау сендердің шекарада линейкамен бет сызып бере салған. Мынау бір сызық, мынау былай сызық. Ал біздің Қазақстанның әрбір бізде тік шекара етегі Түркменстанмен, понятно. Жұмабек Ташкенттің еңбегінің өзін айта беріңіз. Жұмабек, оның алдында Әлімхан Ермеков, Ленинмен дауласы жүріп, одан кейін Назарбаевтың ерлігі. То есть осыншама еңбек жасалынған нәрсені сен қалай тастап кетесің? Болады ғой бір әкең сен үшін бір 40 жыл бойы бір жер үйді әдемілеп, өрнектеп салып, бір
ваннасын және банясын салып қорасын салып сен кеттім мен 2 бөлмелі квартираға сатып жіберсең біртүрлі ғой бір әкені сен үшін сол секілді ата бабаларымыздың бізге әрбір бұлымын картадан да Ленинмен таласып жүріп Жұмабек Ташкентов сол үшін жұмысынан кетіп какой-то Шымкентке Шымкенттің бір ауылына үлкен бастықтан кішкентай бастық болып қалды мысалы. Назарбаевтар сол үшін 13 жылын құртып Зиянземенмен бүйтіп Путинмен сөйтіп деген секілді. Енді осындай аманат деген қазақта жақсы сөз бар, басқа тілдерде аударылмайды ол күшті сөз негізі. Аманат береке деген, айналайын деген секілді. Аманат біздің мойнымызға түсті. Енді сен қалай бұл елді бұдан да жаман қылуға хақың бар, иә? Бұдан да жақсартпасаң. Сондықтан да Сатып алды Нарымбетовтың фильміндегі Нұртілеу Иманғалиев ағам құсап қолыңды алып қояйыншы жерде. Осы мен айтатыным жаңағы нәрсе ғой. Көңіл күйім бұзылған кезде Қазақстан картасын қараймын. Все. Аллаға шүкір. Осындамын, осында өлемін, осы жерде көгерем деген секілді. Шек шүкірлер бір Аллаға болсын. Енді Үркен мырза, енді осы Дарын онлайнның платформасы қаншама жақсы жұмыстар жасап жатыр. Таңды таңға ұрып сөйлесе бергім келеді, тіпті жібергім келмей отыр, қанша уақыт болды. Енді білімге қарай басымызды бұрсақ. Енді қазір әрине дәстүрлі дәріс алуға әркімнің таласы бар, жақсы көреді, ол бетпе-бет жүздескенге арзымайды. Бірақ өзің айтып жатсың ғой жаңа, өмірде, реальный өмірден біз алыстап кеттік. Қазір 4 сағат, 5 сағатымыз әлеуметтік желіде өтіп жатса, ары қарай ол ұзара бермесіне кімге біл? Енді қазіргі онлайн сабақ туралы айтып беріңізші. Енді менен кішкене сәл консерватор адаммын, сол үшін баяғыда молдалар, мен өзім медреседе оқыдым, сол кезде молдалар жаңа тізеге тізе қосып, тізесі тиіп оқу деген бар деген. О да бір адамның өзі интимный арақашықтығы о да, прям емін сезінетіндей, бір көзіне көзін қадап, тізесіне тізесі тиетіндей. Сол кезде оқу дарит деп сенгенде былай қарасаң ғылыми негіздер. Мысалы, тіпті исламның өзінде мысалы уағыз тыңдап отырған кезде, аудиомен уағыз тыңдап отырған кезде былай жантайып тыңдамаңдар дейді да мысалы. Өзі әсер басқа да жантайып. Жәннат, отырып тыңдаңдар дейді. Аудио уағыз ютубтан жүріп жатыр или кассетадан. Былай ұстаздың алдында тұрғандай. Әсер басқа. Сол секілді онлайн оқудың негізі шыны керек. Усвоимость дейміз ғой, ақпараттың адамға сіңуі, қорытылуы төмен болады. Мұғалімнің тәптіш деп түсіндіргім. Өйткені әлемдік мысалға қарасаңыз, мен Дарын онлайн платформаға, мысалы онлайн платформаларға Coursera деген платформа бар, бүкіл жаңа курстар сөзге жиналады. Антитренинг деген орыстарда бар, жаңа біздегі Шомбай онлайн деген секілді. Мысалы, әлемдегі әйгілі деген Courseraдағы бір курсты алып, соңына жеткен адамдардың саны проценті қанша деп ойлайсыз? Әлемдегі ең нөмір бірінші курс онлайн платформа. Ақырына дейін шыдап, мен өз басым ойлаймын, 20% шығар. 1%. Бірақ процент. Жарайды 2%. Негіз 1% айтады. Қараңыздаршы, енді саналы адамдар, ол жерде оқушылар емес, саналы адамдар, мысалы бір веб-дизайн үйренемін деп келгендер, там білмеймін, бір біле архитектураны онлайн оқимын деген адамдардың соңына жететіні сертификат алып. 1% дейді бай. Әлем бойынша. Енді қараңыз, қаншама магистратураны, докторантураны әлемдік жоғары оқу орындарынан мысалға дипломға ие болып жатқандар бар. Олардың ол енді мына білімдік жүйе ғой жаңа, білім үшін де, диплом үшін деген секілді жаңағы поинттар бар, жаңа қатысу керек, қатыспасаң шығарып жүреді. Ал енді өз еркімен жаңа білім алу ғой, кәдімгі мен машықты білгім келеді деген кездер, сол адамдардың ақша төлеп, жаңа пәленбай ақша төлегеннен кейін де сертификат алуға жететін 1% дейді. Айтайын деп отырғаным, қазіргі білім беру жүйесінде онлайн оқытудан әдістемені енді бағана енемен келін деген секілді оқушылардың жауапкершілігі. Мен кеше жаңа бір қарындасым, бір алыс қарындасым онлайн сабақ оқып отыр, үйде келген қонақ болды, Zoom қосып қойған таңғы 9-да. Мұғалім бажылдап ұрысып жатыр. Әй, Самат, қана аттары тұр ғой. Сендер ана Zoom-ды қосып ұйықтап жатсыңдар, ұйықтап жатқан болмайды, ана өтірік Zoom-дар қосып өтірік пырылдап жатыр таңғы. Ана бажына ұрысып жатыр. Мамам да әкем де түгел педагог болса, мен де педагогпын. Анам айтады, енді шыны керек, тарихтан береді ғой, енді онлайн оқудың сапа білмеймін, поколение потерянный болып кетпесе дейді, 90 жылдардағы секілді. Сондықтан да бұл жерде енді әрине қазір түсінемін, жағдай қиын, төтенше жағдай, карантин, анау. Бірақ мұғалімдерге де сын бұл жерде. Бұрынғы әдістеме өтпейді. Ал енді отырыңдар, қолдарын бейтіндер деген секілді. Бір
қызықтырып, мысалы енді мен өзімді мақтағаным емес, бірақ кім мақтайды дегенсің ба, мақтағаным емес, бірақ мысалы кейбір елдердің бір жаңа мысалы Түркістанға кеше бардым, соңғы бүгін постым Түркістан жайлы болды да, айтып жатырмын да, мысалы Түркістанның қазіргі кесенесінің биіктігі 41 метр, ойлап қараңыздаршы, негізі проект бойынша 24 метр одан да биік болу керек болған да. Ай, сол заманда да коррупция болды деп әзілдеп қойсын да. Мысалы тарихты солай түсіндірсеңіз өтеді. Мысалы Казгуда бір тарихшы жігіт болған екен, атақты бір профессор болған екен, ұмытып қалдым, өткенде бір айтады, мә дейді да, жоңғар мен қазақтан футболный команда қылып түсіндіретін дейді. Мынау Реал, мынау Барса. Мынау ойған кезде 1-0 болды, анау 2-0 болды сөйтті. Анау Барса биткен кезде қазіргі енді адамдар Реал Барса болып бөлінеді. Кәдімгі анау тарихтан масқара қағатымыз дейді. То есть подход керек. Мысалы Эйнштейн 8-ші классқа шейін двоечник болды деген кезде білеміз ғой, әйгілі аңыз бар ғой, бір туысқаны туған күніне жаңа компас алып келеді. Компасқа қатты қызығады да, мә неге былай істесем, солға қарайды деген кезде, соның ішін ашады, сыртын ашады, сөйтіп ғылымға қызығып кетті дейді да. То есть әрбір адамды білімге тартатын ілмек бар да ол, қандай тупой болса да. Сондықтан да әр қазақ шетелге шықса, әр қазақ шетелден бір там түйім, бір түйін алып келсе, солай өмірін өзгертсе, ол Қазақстан Алла қаласа өркениеттердің қатарына қосылады. Өкінішке орай мысалы айтып отырмыз ғой, кейбір адамдар демалыс деген сол екен деп, мысалы бір адамды білем, тіпті теңіздің жағасына барып тұрып, Түркияға теңізді көрмей, шомылмай қайтып келген. Бір бөлмесінен ішіп бір апта бойы арақ ішіп тәуліктеп, сосын ертесінде тұрып елге қайттық деп самолетке мінген кезде есін әрең жиған азаматты білеміз. Қайда келдім, қайда кеттім деп. Иә, сол сияқты бұл сондай саяхатты мен де жақсы көремін. Жалпы әлемді аралап, бір жерді жаңалық ашып жүргенді, қандай жерлері бар. Сол сияқты біздің еліміздің де ішкі саяхаты да, біздің еліміздің де ішкі саяхаты дамысын деген тілек айтқым келеді. Алла жар болсын, аман болыңыздар.